Барлықтарыңызға қайырлы күн қыздар. Бүгінгі кезекті видео рецептімде жасау жолы өте оңай, 3 заттан дайындалатын рогаликінің рецептін жасап көрсететін боламын. Барлықтарыңызға видеоның соңына дейін көріп, жасап көруге кеңес беремін. Ол үшін ең алдымен бізге електен өткізілген ұнымыздың үстіне осылай сары майымызды теркадан өткізіп, жақсылап крошка жасап аламыз. Сосын ол крошкамыздың үстіне қаймағымызды салып, жақсылап жұмсақ қамыр илейміз. Дайын болған қамырымызды холодильникке 2 сағатқа қойып қоямыз. 2 сағат өткеннен кейін осылай оқтаумен жайып аламыз да видеодағыдай бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Рогаликелерімізді осылай орап алып, 180 градуста қызып тұрған пеште пісіріп аламыз. Міне біздің рогаликелеріміз пісіп шықты. Енді оның үстіне осылай сахарный пудраны көбірек молынан сеуіп алып, жақсылап араластырып аламыз. Барлық жеріне тигізіп, өйткені біз тестаға шекер қосқан жоқпыз. Осылай сахарный пудрамен араластырып, бетіне жағу арқылы рогаликелеріміздің дәмін кіргіземіз. Міне қыздар, біздің рогаликелеріміз осылай болып пісіп шықты. Дәмі өте нәзік, өте жұмсақ болып шығады. Барлықтарыңызға жасап көруге кеңес беремін. Жасау жолы өте оңай әрі 3 заттан дайындалады. Қыздар, егер видеом ұнаған болса, каналыма подписаться етіп, видеоға лайк басып, комментарий қалдырып, қазақша каналдың дамуына өз үлестеріңізді қосыңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын, сіздерге де осы рецепт бойынша жасап көруге кеңес беремін.